30 жылдан кейін құпиялық ашылған ақ шындық. 30 жыл бұрын алтын таққандар негізінен қалалық еді, 30 жылдан кейін алтын алқа тағатындар негізінен ауылдық болды. 30 жыл бұрын әпекелі сіңілілер аналы балалық ұқсайтын, 30 жылдан кейін аналы балалылар әпеке қарындасқа ұқсайтын болды. 30 жыл бұрын гүлді көйлек киетіндер негізінен кішкене қыздар еді, 30 жылдан кейін гүлді көйлек киетіндер негізінен орта жастағыларға айналып барады. 30 жыл бұрын елдердің арманы қалай семіру еді, 30 жылдан кейін елдердің арманы қалай арықтау болды. 30 жыл бұрын кедей адамдар жабайы табиғи көктат, бидай ұнын тұтынатын, 30 жылдан кейін байлар тұтынатын болды. 30 жылдан бұрын аспа мәйкі және қысқа штанды киімнің ішінен киетін, 30 жылдан кейін бұлардың барлығы сыртынан киілетін болды. 30 жыл бұрын барлық адам арзан нәрсе алып қанағат ететін, 30 жылдан кейін кім қымбат нәрсе сатып алса, сол абыройлы болатын болды. 30 жыл бұрын ақшасы жоқтар ақшасы жоқ болса жоқ дейтін, 30 жылдан кейін ақшалылар ақша көп болса да түк жоқ дейтін болды. 30 жыл бұрын жыртық киімдерді амал жоқ жамап киетін, өйткені кедей. 30 жылдан кейін ақша жұмсап арнаулы жыртық киім сатып алатын болды. 30 жылдан бұрын бір адамның айлығы бір үйлі жанды асырайтын, 30 жылдан кейін екі адамның айлығы бір баланы асырауға жетпейтін болды. Осы шырқыраған шындықты таратсаңыз көп адам ойланар еді. Қалқым, қайдағы бір дәм татусыз жолдамаларды көп көргенше осындай құнды мазмұндарды көп көрсе екен деген ниетпен сіздерге арнаулы жолдап отырмыз. Әрбір тал жүректен шыққан шындықтар сіздің жүрегіңізге барып гүл ашса, онда еңбегіміздің бағаланғаны деп білемін. Көңіліңізден шықса бармақ басып, еңбегімізді бағалап қойыңыздар. оқыған Дулат Шешауыл. 抖音